атыңыз? Бахадыр Нұрлыхан Мұратұлы. Бахадыр Нұрлыхан. Кім болып істейсіз? Помощникпіз ғой. Помощник. Прокуратурасын прокурор. Бізде помощник деген жоқ, бірақ шоудан прокуратурасын прокурор. Кім дедіңіз есіміңізді? Нұрлыхан. Нұрлыхан, Нұрлыхан, былай ғой, мен есім Ерлан, фамилиям Түсіпбек. Мен жазған арыздарым жоғалып кете беретін, Шу ауданында. Бізге жазған арыздар. Сіздерге жазған 2 арызым жоғалып кеткен. Аға, мен оны қоя тұрыңыз. Оны 2 жыл болды. Шүрде. Жазған арызым, жаңағы Қуатбек бастықтарыңызды біледі. Қуатбек қоя бастықтарыңыз. Қайыржан Қуатбек. Қайыржан сол кісіді біледі. Жаңағы помощник кім еді? Белбасарский. Бізде ба? Иә. Кім еді тағы бар? Видеосы да бар. Былтыр ремонт жасалды ғой мына жақта. Акиматта болдыңыздар ғой, былтыр жаздыршы. Мен болмадым. Сіз не бой мәселе? Просто мен түсіне алмай тұрдым да. Өзі не болған? Өзімен болған жоқ. Аға, осы 2 жыл бұрын 28 октябрьда келіп арыз жазып кеткен. 28 октябрь. Нелер талон бір нәрсе берді? Бар, бәрі бар. Аға. Соң арызым жоқ. Олар айтып, ДВД-ға жібергенде, ДВД-да білмеймін, қалай ДВД-ға жіберген. Сосын звондап, телефон, видеосы бәрі бар. Жаңағы помощник прокурор Қуатбектен кейін бар еді ғой, кім еді аты? Кім? Бейгисан? Нұрсұлтан? Нұрсұлтан. Нұрсұлтан. Кім еді фамилиясы? Болысбек пе? Болысбаев па? Болысбаев Нұрсұлтанды біледі. Видеосы да бар ол жерде. Жалынған түсірмеш, сөйтпеш, бүйтпеш деп сол. Болысбаев. Ол видеолардың бәрі бар. Сол жерде мен барып сұрағам, 8 ай болды, мен арызым қайда дедім. 8 ай болды, не ответ жоқ, не жоқ, прокуратураға жазған арыздың қайқа жоғалып кетті. Жоқ, ответ келген жоқ қой мен негізі. Мен сөйтсем олардың ДВД-дағылардың істеп жатқан әңгімесі ана мынау деп айтқан. Болысбек маған тура өстіп айтқан. Нұрсұлтан, аға, тура видеода да бәрі бар, диктофонда да бар запистер, видеода да бар, мен көрсетемін оны ше. Ертең мен айтып отырмын. Мен арызын тауып беріңдер. Мен былай істегем, видеосы да бар оның ше. Мен Инстаграмда, Ютубта видеосы да бар, Нұрсұлтан түсірген үшірді мен кепші. Менің 5 жыл заңсыз қаруымды алып, бір кісі, жаңағы Оружейник Малчыбаев деген отделде істейді ғой. Сол кісі алып, істелген құжатын бермей, мен басында құжатын бергім, істеп берем деп алып, мен штрафқа тығып, 15 күн бұрын барған деді. Ол штраф төлесем де 5 жыл бойы мен құжатын бермеген. Өзінде ұстап, мен ол құжат дайын болған құжат ше, соны бермей 5 жыл бойы өзі қалтасына сабап жүріп, 5 жыл өтіп кеткеннен, мерзім өтіп кеткеннен маған звондап, участок болған. Ержан деген. Участок звондап, давай келісейік туда-сюда деп, ол бәрі бар. Соны айтып, соны мен үйіме келіп штраф толтырмақшы болған болар маған. Келіспекші болған, мен келіспей болған болар мен. Келіспеймін. Сен 5 жыл бойы мен саған оған выговор берген, 2 рет па, бұрын ДВД-дан бастағаншы, выговор берген. Прокуратураға жазған, мен ДВД-ға жазған, бәлен-бәрет арыз. Соң кейін, осы жерге болмағаннан кейін, мен олар маған келіспегеннен кейін, хайбай көтерген, осы жерге ертпеген оларды прокуратураға, видеосы да бар. Мен айттым, жүр прокуратураға, барайық, сұрайған, Болысбек жаңа кімге, Нұрсұлтан осы жерге келіп түсіндірген. Мен айттым, ол паспортты мен қағазды көрмесем, числосын, ол новыйдан алынған болса, ол видеоны көрмесем, числосын, датасын білмесем, ол маған қалай штраф жазады дедім. Ол мен қолыма ұстап, менде өтіп кетсе, дұрыс па? Өтіп кетсе, онда мен өткізіп алсам, мерзімін, онда айтса болады, оны мен білмеймін, қай уақытқа тағайындалған екен мерзіміш. Дұрыс па, ол маған мерзім өтіп кеткеннен келеді да, и штраф жазып кетеді. Сол бола ма, дұрыс па, сол кімдікі дұрыс? Мен үшін келіп штраф жазбай тұрған кезде арыз жазғам. Соң кейін Оружейник Малчыбаев Қасымбектің қазір ол фамилиясын өзгертіп, атын өзгертіп, фамилиясын өзгертіп алған, тегін өзгертіп алған. Бірақ мен сөз жазған 28 октябрьда оған бір рет жазғам, сосын бір 2 полиция келген, түн ішінде менен разборка оқысып, түн сағат 12-дің асқанда ма, видеосы бәрі бар. Соған да жазғам, осы түнгі 12:30-да менің үйімде не бар? Фарасын өшіріп келген осы түнде қарақшы ма не ол? Түн ішінде менің үйіме фарасын өшіріп келетін. Кім? Участковый ма? Участковый, аға. Участковый емес, ДПСник. ДПСник, екі ДПСник келген. Құрманбек Сәкен деген бар. Оның ішінде. Келген ішінде. Біреу, кім еді?
біреуінің аты Нұрсұлтан, фамилиясын ұмытып отырмын. Сол екеуі менің үйімге сендер қарақшысың, не қылышсың менің үйімде деп, сол екеуіне де жазған. Сол екі арызым жоғалып кетті. Менің кісансыз бәрі бар. Болмаса мен ктк жағы көрсетейін тілшілерге. Просто мен үлкен ана кімге Нұрсұлтан өзіне де айтайын деген, Нұрсұлтан маған айтқан жалынған сөйтіп видеосы да бар, менің диктофонда да бар. Жазған, маған айтты, адам кешіп, мен братан сөйтпеш, бүйтпеш, түсірмеш, мен ДВД-ны істеген. Мен айттым, Нұрсұлтан, разница жоқ маған. Арызын тауып бердім деп. Айтып кеткен. Одан бері қарай, былтыр жаздан бері қарай 1 жыл болды. Мен 2 жыл болды. Соңғы менің қаруым, қазір қаруым, сол жақтан олар алып кеткен қаруым. Қаруымды өткізіп жіберетін болса, бәрін сотқа беремін. Қаруым роводың балдар алып кеткен бе, да? Жоқ, роводың баласы алып кеткен. Роводың участковый келіп алып кеткен ана Толғанбаев, Ержан деген участковый келіп, маған келіп, ұйықтап жатқаныңызды оятып, қол қойсаңыз, братан деп қол қойғызып, сөйтсе маған 55 мың теңге штраф жазып кеткен. Жаңағы мылтықты қыш. Мен заңсыз ғой, мысалы ол вообще білмейді. Қаруды алып кетуге келген адам маған оятып, қол қойсаң, мен ойладым, мылтықты алуға қол қойып жатыр екен депші. Қол қойсам, сөйтсем қол қойсам, маған штраф жазып беріп кеткен ғой. Сізде мылтық барын олар қайдан білді? Мылтық жоқ, заңды ғой мылтығым. Заңды, документі бәрі бар. Оның үшін мен магазин сатып алған, шегіне дейін бар. Қорғаннан сатып алған, мен баяғы 2000. Құжаттар бар ма? Құжаты бәрі бар. Бірақ соларда мылтық қазір 2 жыл болды соларда. Қазір балалар айтады, ол мылтығын құрт жібергенше ендігі дейді. Мен айттым, құрт жіберсе, мен Нұрсұлтаннан бастаймын. Мен тілшілер шақырам. Келесі аптада, Құдай қаласа. Тілшілер шақырам, 3 жерге алып келемін. Сосын роводыға апарамын. Бәрін жазып, как положено көрсетемін. Видеосын, диктофонда Нұрсұлтан маған не айтқанын бәрін көрсетемін. Бірінші мәселе не істеп алайыншы? Арызды кім қабылдап болды келген кезде? Келген кезде жаңа қыз қабылдады қазір. Алтынай ма? Алтынай ма? Сол кісі қабылдап алған, соң кейін. Мен қазір Алтынайдан сұрайын. Арызыңыз ол бізде, сіз жазсаңыз, бізде ол тіркеледі. Бізде ол базада сақталу керек та. Қазір мен сұрап көрейін, как өтеді. Сұрап көріңіз. Сіз аудиоға жазып отырсыз ба мен? Жазып отырмын, конечно. Потом видео түсіріп отырмын. Не? Бізде де видео не? Жеке басыңызда мен сіз көшеде түсіріп жатқан жоқпын. Үйіңізде түсіріп жатқан мемлекеттің. Ол Қазақстан заңын мен де білемін. Қазақстан заңын. Сабыр сақтаңыз? Жоқ, сабыр сақтаңыз. Жоқ, ашуланып отырған жоқпын. Жоқ, мен сізге айтып жатқан сөзім ғой. Мен ашуланып отырған жоқпын. Мен айтамын. Просто маған айтады, түсірме, сөйтіп здание кіріп. Мен ананың ішіне кіріп түсіріп жүрген жоқпын сіздер. Бұл қабылдау бөлмесі, дұрыс па? Сіз ренжімеңіз оған. Мен қазір сұрап аласыз ба? Ол не жоқ?